Сәлем достар! Плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіз. Әрбір адам өз жасынан жас көрінгісі келеді. Ал жас көріну үшін нені жақсы ұстану керек, не істеу керек, сол жайлы айтатын боламыз. Яғни адамды қартайтатын қандай тағамдар екенін білгіңіз келсе, арнамнан алыстамай қоңыраушаны басып, өз пікірлеріңізді қалдырып, қолдап кетіңіздер. Адам өміріндегі өмір сүру салты, стресс деңгейі және денеге сыртқы әсердің басқа факторлары ғана емес, сонымен қатар тамақтану да маңызды рөл атқарады. Сондықтан жасымызға байланысты күнделікті рационға енгізілетін өнімдерге ерекше назар аударуымыз қажет. 30 жастан кейін адам ағзасы сыртқы ортаға осал болады. Оған табиғи емес тағамдарды сіңіру қиындай түседі. Сондықтан диетологтардың айтуы бойынша консервілер, тәтті кондитерлік өнімдер, хош иісті йогурттар сізді ерте қартайтады және аталған өнімдер ас қорыту проблемаларын тудыруы мүмкін. Қоректік компоненттердің, дәрумендердің, минералдардың барлық гаммасын сақтау мақсатында жұмсақ өңдеумен табиғи өнімдер біздің денсаулығымыз үшін пайдалы. Адам денсаулығына зиян келтіріп, тез қартайтатын тағамдар тізімін айтатын болсақ, ол ең алдымен қант. Ағзадағы қант мөлшерінің көптігі химиялық реакцияны топтастырады, стресс төзімділікті азайтады, қартаю үдерісін ұлғайтады. Егер сізді үнемі тәттіге тартып тұратын болса, хром, марганец, магний бар тағамдар, дақылдар, асқабақ жегеніңіз дұрыс. Ағзадағы бір минералдың жетіспеуінің өзінен сіздің тәттіге құмарлығыңыз арта түседі. Қант орнына одан да тәттірек, зияны жоқ стевияны қолданып көрген жөн. Стевия бұл тәттілендіргіш өсімдік. Бұл жайлы кейінгі видеоларда көретін боласыздар. Келесі кофе. Тез сергітетін хош иісті сусын кофе зиянды тағамдар қатарына кіреді. Ол терінің құрғауына алып келіп, әжімнің ерте шығуына себепкер. Егер одан бас тарта алмасаңыз, мөлшерін азайтуға тырысыңыз. Ағзаңыздағы баланс қалпын бұзып алмау үшін кофені әр ішкеннен кейін 3 стақан су ішіп отырған дұрыс. Спиртті ішімдіктер. Ең зиян азықтың алдыңғы қатарында тұратын бұл алкогольдер. Әжім, терінің құрғауы, бет терісінің қараюы бәрібір ішімдікке деген құмарлықтың кесірінен болады. Ағза алкогольді у ретінде қабылдайды және одан тез құтылуға тырысады. Спиртті ішімдіктер денсаулыққа кері әсер бергенімен қоймай, Е сынды теріні сақтап тұратын дәрумендерді жойып жібереді екен. Ағзаға тұз керек, алайда күніне 1,5 граммнан көп пайдаланбаған дұрыс. Тұзды мөлшерден тыс пайдалану судың ағзада қорытылуына кері әсерін береді. Сондықтан да көздің асты ісініп, қапшық тәрізді болып қалады. Оның орнына басқа дәмдеуіштерді пайдаланып, салатты лимон сығындысымен де әзірлеуге болады. Немесе алма сіркесін қоссаңыз да болады. Лондон ғалымдарының айтуынша, гриль тағам терінің тез қартаюына алып келеді. Грильде дайындалған тағамда зиянды молекулалар пайда болады. Оның зияны дәл қуырылып жатқандағыдай болады екен. Сондықтан, егер организмге зиян болмасын десеңіз, рационда бұқтырылған, қайнатылған тағамдар болғаны дұрыс. Олардың денсаулыққа пайдасы өте мол. Күнделікті өмір сүру салтына дұрыс тамақтануды, спортты және ағзаңызды сумен қоректендіруді әдетке айналдырыңыз. Сонда ғана денсаулығыңыз мықты әрі жас, әрі қартаю процесі азаятын болады. Әрқашан жарқырап, жайнап, жас болып жүріңіздер. Өз денсаулықтарыңызды күтіңіздер.
Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы келесі шығарылымдар тек сіздердің назарларыңыз үшін.